Қазіргі колхоздың арбаларының барлығы дерлік сол табанда жылдам бардым, ей шу! Әйгіз бірікті Қытайлардың сорыкі. Сәлеметсіз бе қымбатты көрермен, Рампа жобасы 1000 жылдық тарихы бар Тараз қаласында қонақта. 1936 жылы Әулие-ата есімімен негізі қаланған театрға 2020 жылы тұңғыш режиссер Асқар Тоқпановтың есімі берілген. Қазіргі уақытта мұнда түрлі қойылымдар қойылады. Ал театрмен танысып қайтайық. Кеттік! Үлкен көріп тұрған жармын, мен жапайгідемін десем сенбейдейсің. Бізде барлық образ жасайтын, жалпы кейіпкерлерді әрлендіретін жер, грим кабинеті. Мұнда біздің қыздарымыз, жалпы барлық әріптестеріміз, біздің жастар, театрдың жастары. Мына кісі бүгінгі қойылымның басты рөлдегі сомдайтын қызы. Есімі Зарина, менің бірінші партнерім. Сәттілік саған. Сол осында біз рөлге дайындаламыз. Жалпы сырт келбетімізді дұрыстаймыз, шашымызды дұрыстаймыз, бетімізді әрлейміз. Осындай жұмыстар, бұяқта да еңбек өте көп. Сол, Алла қаласа, 1,5 сағат уақыт қалып. Қазір менде гримге отырам. Біздің гримерші қыз босаса, Алла қаласа қазір. Сол, сәттілік баршаңызға. Әр театрдың өзінің бағыты бар, біріншіден. Әр театрдың өздерінің стилі бар деген сияқты. Біздің театр жалпы көне театр десек те болады негізі. Көп тарихы бар. Бұл жерде, бұл сахнада Тұңғышбай ағамыз ойнаған, көп мықты актерлардың көбісі ойнаған негізі. Бірақ енді ерекшелігі, енді ойлаймын мен, бұл жерде ең бірінші көрермені деп. Тараз халқының, Тараз жұртшылығының көрермені бар өзінің. Біздің Алматы халқын мен біздің тараздықтардың көзқарастары екі түрлі бәрібір деп. Өйткені олар біздің бағытқа үйренген адамдар. Сол біздің бағыт, ол әр театрын білмеймін, бір өзінің ерекшелігі болады по-любому. Әр театрдың, әр спектакльдің өзінің бағыты бар. Бізде енді көбінесе көп рухани жағына қарай көп мән береміз деп ойлаймын. Сол ерекшелігі деп ойлаймын. Қазіргі уақытта бұл театрда қандай қойылымдар сұранысқа ие? Бізде Жандауа спектаклі сұранысқа ие. Себебі бізде қазір қоғамда болып жатқан ол нашақор жайлы қойылым, жалпы нашақор жайлы, сол нашақор жігіттің отбасына қалай кері
әсер етіп жатқандағы көрсетілген, қаншама адам ата-анасы, жаңағы бауырлары зардап шеккендерін көрсеткен. Сол бізде Жандауа спектаклі себебі ол жерде жаңағы қазір қоғамда болып жатқан дұрыс емес заттар көп көрсетілген. Сол себепті ол көрермендердің жасын талғамайды. Оқушыларға да, білімгерлерге де, үлкен кісілерге де сол Жандауа спектаклі үлкен сұранысқа ие. Қара шекпен әпсанасы бар, Кенен ағамыз қойған өте жақсы әпсана. Ол жерде де өзінің айтатын ойы бар, айтатын өзінің политикасы бар, халыққа беретін демі бар. Сосын ұлт ұстазы деген бізде композициялық қойылым бар, Ахмет Байтұрсынов жайлы. Сол спектакль көп сұранысқа ие. Сол Алла қаласа осы бүгін премьера, бұл қойылымда сұранысқа ие болады деген ойдамыз. Ерден айттыңыз ғой, мектеп оқушыларына да қойылымдар бар деп. Өткен жылы біз Ақыртас, қателеспесем, қойылымына келгенбіз. Оның несін айтып өтіңізші? Басты мағынасын. Басты мағынасы біздің Әулие-Ата жерінің киелі жерін айтқан ғой ол жерде. Енді ол ертегі, былай дегенде аңыз ертегі, миф дейміз ғой, сондай сияқты нәрсе. Ол аңыз біздің киелілігімізді, осы Әулие-Ата жерінің киелігі жайлы, жаңағы бұлақ қой, негізі ол жерде қойылым бұлақ. Бұлақ көзін ашқан, жаңағы сол бұлақ күш арқылы, туған жердің күш арқылы жаңағы жауыздармен күрескен жайлы көрсетілген. Сол басты мақсат сол біздің Әулие-Ата жерінің жаңағы қасиетті жерін көрсету болды ғой деймін. Солай айтамын. Бүгінгі Жәмила қойылымына келсек, қандай рөлді сомдайсыз? Дайындыққа қанша уақыт кетті? Мысалы, бір неден оқып қалдым, бір қойылымға театрда 6 айға дейін дайындық жүреді. Иә, болады. Мен бүгін Шыңғыс Айтматовтың Жәмила атты лирикалық драмасын ойнаймыз. Мен онда Данияр басты рөлде жігіттің рөлін ойнаймын. Мен өзім жасым 22-де әлі, бірақ 35 жастағы жігіттің рөлін ойнаймын. Соғыстан келген, жараланып келген, өзінің туған еліне келген. Негізі ол жігіт қазақ жерінде өскен, бірақ өзінің туған елі, туған жері Қырғыз мемлекеті, Қырғыз тауларында, бөктерінде, Алатаудың бөктерінде өмір сүрген, өзінің ауылына барады. Сол жерде Жәмила атты қызға ғашық болады бір-біріне. Ақыр соңы екеуі қашып тынады. Жалпы сондай сюжеті. Тағы не айтсам болады? Сол. Басты рөлді сомдағаннан кейін Жәмиланы да қоятын актриса қыз ғой. Енді партнерді былайша танып алу керек та оның алдында. Иә, енді ол қыз, иә, ол актриса Зарина деген қыз ойнайды Жәмиланы. Ол кісімен енді мен театрға кіргеніме жалпы 2 жылдай болып қалды. Армияға барып келдім, отан алдындағы борышымды өтеп келдім. Сол арада 1 жыл уақыт стоп болды енді менде. Одан кейін қайттан келіп жұмыс істеп жатқаныма 1 жыл болды. Ол кісімен баяғыдан таныспыз, баяғыдан доспыз. Бір-бірімізге сахнада емес, уже өмірде дос болған сайын бізде сахнада оңай болады. Жұмыс шығару оңай болады, бір-бірімізге жақсы подача беру оңай болады. Жалпы біз бұл қойылымға 1-1,5 айдай дайындалдық. Ол жаңағы сіз айтып отқан 6 ай дайындықтар болады. Ол мысалы оның читкасы ұзақ болуы мүмкін. Мысалы читка дегеніміз ол басты шығармамен танысу, білу, сөз астарын қарау, бүкіл настольный жұмыстар оның барлығы. Сондай жұмыстар арқылы ұзақ уақытқа кетіп қалуы мүмкін, жаңағыдай 5-6 ай, бірақ қазіргі таңда Қазақстанда 5-6 айға дейін дайындық жасап спектакль қойылады дегенді естімедім ау. Ондай жоқ, бұрында болған шығар, может. Да, болған шығар. Одан бөлек, қазір мына жерде тұрған барлық реквизиттарды қойылымда ойнатады. Әрқайсының өзіндік бір адам сияқты ойнайтын рөлі болады да. Ол туралы
не айтасыз? Дайындық кезінде де солардың барлығымен детально ойнайсыздар ма? Иә, әрине, оның барлығы. Мына жалпы декорация бізге көмек беретін нәрсе. Реквизит ол бізді актерлық қабілетімізді, жалпы актерлық образымызды ашатын нәрсе. Мысалы, мен жылқышының рөлін ойнап отырсам, мен қолымда қамшым болмаса, жылқышы екенін кім қайдан біледі оны деген сияқты. Мысалы, етігін бүйтіп табаны қағып отпаса, қалай оның етікші екенін біледі деген сияқты. Сол арқылы көмек жалпы музыка, декорация, реквизит ол актердің ең бірінші көмек беретін заты. Сол ең бастысы, бірақ жаңа партнерлардың көмегі ғой. Бастысы сол. Бұл қойылымды қойып жатқан режиссер, басқа да әріптестеріңіз туралы айтып өтсеңіз. Режиссеріміз Қырғыз елінен келген, Қырғыз елінің Талас өңірінің музыкалық драма театрдың режиссері Нұрбек ағамыз келіп бізбен 1,5 ай болды жұмыс істеп жатқанына. Сол кісіге ол кісі біздің актерларымызды бір басқа қырларынан ашты деп ойлаймын. Жақсы жұмыс істеді. Рахмет сізге. Үлкен шаба беріңіз, алға баса беріңіз. Ал өзімнің әріптестеріме келетін болсам, әріптестерім әрқашанда көмек беруге дайын. Жалпы геройдың жәндегі слугалар ғой, геройды герой қылып көрсететін. Жалпы массаның рөлі көп негізі. Жалпы әріптестерім, партнерларым барлығы жақсы біздің. Мен өзім осы театрда ең бірінші осы әріптестерім үшін жүрмін негізі менде басқа варианттар көп. Алматыға кетіп қалуға, болмаса Астанаға кетіп қалуға, мысалы менде варианттар көп, бірақ ең біріншіде мен әріптестеріме қатты ризамын, бәрін қатты сыйлаймын. Бауыр басып қалғанбыз бір-бірімізге. Қатты көмектесеміз бір-бірімізге. Бұл қойылымға дайындық кезінде қандай бір қиындықтар болды? Сізде болды ма рөліңізді басында бір сезіне алмай, болмаса оны бір аша алмай қаламау деген бір қорқыныштар? Жоқ, ондай қорқыныш болмайды. Сенім болды. Мен осы рөлді алып шығам. Енді 100%-ға болмаса да 90%-ға алып шығам деген сенім болды. Енді кеше бірінші премьерада Кенен ағам ойнады. Екеуміз составпыз. Кенен ағам ол кісі мықты актерлардың бірі ғой. Қазақстан танитын, кино саласында болсын, жалпы театрда болсын, біраз асуларды асып бастаған ағамыздың бірі. Сол кісімен бірге составқа мен түскеніме мен қуаныштымын. Ол кісі менен қанша жас үлкен мысалы. Сол кісі кеше премьераның ашылуын сол кісі ойнады. Алла қаласа бүгін мен ойнаймын. Сол қобалжып жатыр кішкене бірақ. Өзіңіз қалай ойлайсыз, қазір жастардың арасында театрға қызығушылық артқан? Иә. Ол туралы не айтасыз? Қызығушылық. Оның себебі не деп ойлайсыз? Оның себебі біздің жастарымыздың жалпы кругозоры дейді ғой. Кругозор өсіп жатыр. Себебі әр нәрсенің өзінің уақытысы бар да. Осыдан 4-5 жыл бұрын может жастардың ойлары басқа болуы мүмкін. Олар уже медиа саласынан уже жалықты деп ойлаймын. Себебі сол мысалы көп көрермендер, мысалы менің фанаттарымыз бар біздің, айтады да сіздің спектакльдеріңізге келіп біз көріп 3000 теңгеге бар кинотеатрдан билет алып кино көргенше осы 1000 теңгеге келіп спектакль көргеніміз жақсы екен деп ондай көп отзывтар болды негізіше. Енді білмеймін, ол қуанышты жағдай ғой. Жалпы әр театрда лицо болу керек негізі. Актерлардың өздерінің лицолары болу керек. Әрқайсының өзінің фанаттары болса, зал тола болады деп ойлаймын. Бастысы сол негізі. Иә, өзіңіз тағы қандай спектакльдерде рөл сомдайсыз? Мен 2020 жылы мен Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледждің түлегі болып ұштым. 2020 жылы актерлық
шеберлік мамандығын бітіріп шықтық. Содан осында жұмысқа шақырды мені. Келіп, ең бірінші Қоз көрпеш Баян сұлу спектаклінде қозын ойнаған болатын. Состав болдым ол кезде де. Содан кейін артынша 2 айдан кейін Тұңғышбай ағамыз келіп, Гамлет спектаклін қойған. Сол жерде Гамлет басты рөлде ойнаған болатын. Содан ойнап жүріп, отан алдындағы борышымды өтеуге кеттім. Сосын өтеп келіп, одан кейін мұғалім атты драмасы болды бізде. Сонда Нариман деген жігіттің рөлін сомдадым. Одан бөлек жаңа ертегілер бар. Жандава спектаклінде бармын. Сол бүгін Алла қаласа тағы да басты рөл. Осы рөлдердің ішінде қайсы сіздің жүрегіңізден ерекше бір орын алды? Уильям Шекспир Гамлет. Не себепті? Себебі ол әлемдік шығарма. Оны білмейтін әлем жоқ. Бүкіл әлемде қаншама театр бар, миллиондаған театр бар. Миллиондаған театрдың барлығында қойылған спектакль ол қойылымды бүкіл актерлар ойнағысы келіп армандайды. Бірақ көп актерлар ойнай алмайды өкінішке орай. Негізі мен енді бағым жанды ма, білмеймін енді. Солай ойнап кеттім. Өте ыстық болды, өте ауыр болды. Ол жақта бір маған ұнайтыны линия, әр актердің жаңағы әр образдың өзінің линиясы болады жүретін. Например, мен тігінші болсам, тек қана тігінші сияқты жүруім керек та, мысалы. Деген сияқты әр линиясы болады. Ода линия көп. Ол жаңағы қайғы, мұң, қуаныш, жылау, жынды о жақта көп. Бір рөлде өтті көп образ. Бір спектакльде неше түрлі жағдай болады, басынан аяқ. Гамлет жүреді сахнада. Сол үшін астық болған шығар. Ауыр болды негізі. Сол спектакльді ойнаймын деп бір жарым ай, 2 ай дайындалдық спектакльге. 2 айда 7 килограмм арықтаған. Қатты уайымдаған болар мүмкін. Сөз көп. Оны айтсаң негізі айта бересің. Кешке дейін айтам мен оны айтсам. Түсінікті қысқаша мен айта аламын ба білмеймін. Гамлет жалпы 16 ғасырда Шекспир жазған, Дания мемлекетінде болған оқиға. Патшалық болады. Гамлет отбасы болады үлкен ол жақта. Бірінші Гамлет, екінші Гамлет деген болған ғой оларда. Балаларын екінші Гамлет дейді. Сондай болады. Гамлеттің әкесі король болады. Оны өзінің туған ағасы қолдап өлтіріп, билік үшін, тақ үшін. Біздің қоғамда болып жатқан дүние ғой, былай қарап тұрсаң. Тақ үшін, абырой үшін қазір адамдар бүкіл нәрсені жасайды ғой. Сол бастысы сол саясат қой ол жерде. Саясатты қатты көрсеткен. Соңында Гамлет бүкіліне барлығын дәлелдеп, өзінің әкесін, өзінің ағасы өлтіргенін біліп, ол жерде айту қиын негізі былай келгенде. Енді бастысы ол жерде сол замандағы және қазіргі замандағы саясатты көрсеткенде. Себебі 16 ғасырда жазылған саясат біздің қазіргі 21 ғасырда болып жатқан саясатта тура келеді. Соны көрсеткен ол жерде. Бастысы сол деп ойлаймын. Саясат дегенге бүгінгі қойылыммен, бүгінгі қойылымдағы басты оймен қазіргі замандағы қандай бір саяси өзекті мәселені байланыстыра аласыз? Өзекті мәселе мысалы бізде мысалы сол соғыс кезінде болып жатқан дүние бұл жалпы Жәмила қойылымы полный соғыс кезінде болып жатқан дүние. Қаншама әйелдердің еркектері, жаңа күйеулері соғысқа кетті ғой. Сол кезде мысалы әйелдердің тағдыры қатты көрсетілген, себебі өздерінің ел үшін, бірінші жер үшін, өздерінің жаңағы күйеулері үшін, тіреулері үшін олар күн демей, түн демей астық, жаңағы бидай, жаңағы соғысқа астық жібереді ғой.
күнде еркек болып кеткенде әйелдер негізі еркек адамдарға қарағанда әлдеқайда мықтырақ болады ғой, соны қатты көрсеткен негізі. Көп қандай қиыншылықтар. Ол енді барлығы соғысқа кетіп қалмаған ғой. Ол ауылда да мысалы қалып кеткен еркектер болады, соғыстан қайтып келген еркектер болады, жаңағыдай жараланып келген еркектер болады. Жалпы қыздардың көп андай мықтылығын көрсеткен негізі ол жерде. Жалпы сол деп ойлаймын ол жерде өзі мәселе.